Сәлем достар. Бүгінгі сабақта біз зарплата деген есеп шығаратын боламыз. C++ тілінде. Яғни бұл зарплата есебін түсіндіріп кетейін. Бір бөлімде 3 қызметкер жұмыс жасайды. Олардың әр зарплаталарын рубльмен алады. Бұл жерде олардың зарплаталары әртүрлі. Және де бізге табу керек ең жоғары алатын адам мен ең төмен алатын адамның зарплаталарының разницасы қаншалықты екен табуымыз қажет. Кіріс файлында бізде 3 сан берген, размеры зарплат 3 сотрудников через пробел дейді. Пробел арқылы 3 қызметкердің зарплатасы. Әр зарплата ол натурал сан, оның 5 дәрежесінен аспайтын. Шығыс файлында бір ғана сан шығару керек. Бұл разница үлкен мен кіші зарплатаның, ең үлкен мен ең кіші зарплатаның разницасын шығаруымыз керек. Бірінші примерді қарасақ 100-500 мың дейді. Яғни ең үлкен зарплата 1000, ең кіші зарплата 100. 1000 мен 100-дің разницасы 900. Яғни 900 деген сан шығып тұр. Екінші примерді 36, 11, 20. Үлкен зарплата 36, кішісі 11, 36-тан 11-ді алғанда 25. Яғни осы тапсырмаға бағдарлама құрайық. Яғни бұл жерде шарт операторы қолданылатын түсініктірік. Бірінші username естіді операторын жазылайық, сосын қажет емес табыстайық. Яғни бізде барлығы 3 сан, оның 5 дәрежесі интпен алайық. Z1, Z2 және Z3, яғни бұл зарплаталар. Сонымен қатар бізге минимальный мен максимальный зарплатаның разницасын табуға қажет. Бізде min, max деп тағы да 2 айнымалы алайын. Cin енгіземіз. Z1, Z2, Z3. Одан кейін бізге салыстыру қажет болады. Ең үлкен мен ең жоғарыны. Бірінші минимальный тең болады Z1-ге деп алайық. Максимальный тең болады Z1-ге деп. Яғни минимальный да максимальный да бірдей қылайық. If Z2 кіші болса миннан, минді өзгертеміз. Min тең болады Z2-ге деп. If Z3 кіші болса миннан, онда біз минді өзгертеміз Z3 деп. Және дәл осы кодты керісінше жазайық. Z2 үлкен болса макстан, макс тең болады Z2-ге. If Z3 үлкен болса макстан, макс тең болады Z3-ге деп. Осылай жазсақ болады, немесе біз мына жерде былайынан өзгертуімізге де болады. Z2 кіші болса Z1-ден деп. Мына жерге else-ні қосып жібереміз. Min тең болады Z1-ге деп. Екі вариант жазып қойын, түсініктілеу болсын. Бөлек-бөлек қылып. То есть, мына бірінші вариант. Максты бірінші Z1-ге теңестіріп алып, сосын салыстырып қарап отырық басқа 2Z-пен. Екінші вариантта екеуін салыстырып тұрық Z1 мен Z2-ні. Z2 кіші болса минимальныйды Z2-ні меншіктейді. Else деген ол жағдай болмаса минимальный Z1-ді меншіктейді. Сосын бізге шығару керек екеуін айырмасын. Max минус min. То есть максимальный саннан минимальный санды алып тастағанда. 100-500 мың. 100-500 мың. Бізде 900 шығу керек, 900 шығып тұр. Келесі примерда 36, 11, 20 дейді. 36, 11, 20. 25 шығып тұр. Яғни біздің тексерісіміз бойынша дұрыс. Енді мына
Сайтқа салып көрейік. Язык программирования C++. Кодты салдық. Отправить кнопкасын басайық. Дұрыс қабылданды C++-тен. Яғни тапсырманы дұрыс шештік. Жарияладық айнымалыларды, то есть бізде 3 айнымалы енгізілетін, сосын минимальный мен максимальныйға тағы 2 сан. Одан кейін 3 санды енгізіп алдық зарплатаны, сосын максимумды бірінші санға меншіктеп қойдық по умолчанию. Егер Z2 үлкен болса максимальныйды өзгерттік мәнін. Егер Z3 үлкен болса максимальный сан тағы да өзгерттік. Мына екі оператор бір-біріне тәуелсіз екі оператор. Әдейі осылай жасалған. Мына екінші жағдайда біз Z1 мен Z2-ні салыстырдық та, Z2 кіші болған жағдайда минимальныйға Z2-ні меншіктедік, ал басқа жағдайларда минимальныйға Z1-ді меншіктеп жібердік. Яғни бұл жерде тең болуы мүмкін, немесе Z1 кіші болуы мүмкін. Сол екі жағдайда да Z1-ді алып кетті. Одан кейін тағы да минимальный мен Z3-ті салыстырып көреміз. Z3 минимальныйдан кіші болса, минимальный Z3-ті меншіктейді. Шығару максимум минус минимум. Айырмасын шығара қойдық. Бүгінге осы. Сұрақтарыңыз болса комментарийға жазыңыздар. Видео ұнаса лайк басып, достарыңызбен бөлісіңіздер. Видеоны қарағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.